Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз өте дәмді және де көп мөлшерде капкейктер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен дайындауға кеңес беремін. Бүгінгі дайындайтын рецепт бойынша бізде 65-66 дана капкейк шығатын болады. Ал егер сіздерде аз мөлшерде қажет болса, осы астындағы описанияда тұрған рецепті 4-ке бөлсеңіздер, сонда сіздерде 15-16 данадан шығатын болады. Бұл рецепттің және тағы бір ерекшелігі, миксер қолданбай жай венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мен мына жақта өте көп мөлшерде жасағандықтан миксер қолданатын боламын. Ең алдымен біз жұмыртқамен қантымызды жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Енді осы жұмыртқалы массаның үстіне сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін илекіштен өткен ұнның үстіне қосқыштарымызды салып, бір араластырып алып, жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстіне бірнеше бөлікке бөле отыра араластыратын боламыз. Ең бастысы бізде түйіршіктер болмауы керек, ұнымыз толығымен жақсылап араласқаны керек. Ұнымызды толығымен салып, араластырып болдық. Бізде осындай масса шығуы қажет, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді достар, мен капкейктерді осындай қағаз ыдыста пісіретін боламын. Сіздер силиконды немесе тағы да темір ыдыста пісірсеңіздер болады. Біз массамызды осылай ыдысқа құйған кезде жарты болуы қажет, себебі ол қазір пешке салған кезде тағы да көтерілетін болады. Сол себепті жарты қылып құйғандарыңыз дұрыс. Көріп тұрғандарыңыздай мен толығымен салып болдым. Енді осыны 180 градуста пісіріп алатын боламыз қызып тұрған пеште. Біздің капкейктеріміз дайын, енді толығымен суытып алатын боламыз. Капкейктеріміз толығымен суығанша крем дайындайтын боламыз. Мен кремге осындай 69%-лық творожный сыр мен сахарный пудраны жақсылап бір келкі масса болғанша миксерлеп аламын. Сіздерге де осылай кеңес беремін. Ең алдымен сахарный пудра мен творожный сырды жақсылап миксерлеп алуға, ешқандай түйіршік болмайды. Творожный массаны жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне сливкемізді құйып, және тағы да 3-4 минут шамасында жақсылап өз формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз дайын, өз формасын өте жақсы ұстайды. Және де енді осы кремімізді алып силиконды күрекшемен жақсылап араластыратын боламыз. Ішіндегі артық воздухтарын, яғни артық ауаларын шығару үшін жақсылап араластырып аламыз. Менің қолданатын насадкам закрытая роза. Және де осылайша кремімізді құйып, кондитерлік мешокқа осылай әдемілеп капкейктеріміздің үстіне құйып шығатын боламыз кремдерімізді. Кремді құйған кезде ең алдымен ортасынан бастап және шетіне қарай осылай әдемілеп орналастыратын боламыз. Осымен достар, біздің капкейктеріміз дайын. Мен осы рецептпен тойларға тапсырыс аламын. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Баршаңызға рахмет, ас болсын.